Сәлем достар, егер сіздің құймақтарыңыз, яғни блинчиктарыңыз дұрыс шықпай, әрдайым табаларыңызда жабысып, немесе жан-жағы қатып қалатын болса, міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін, осылай әдемі болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен блинчик жасау үшін бізге керек міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су, жылы сүт, ұн, қант, тұз, сұйық май және де жұмыртқа қажет. Барлығы міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Жұмыртқаларыңызды алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоясыздар. Ыдысымызға салып алғаннан кейін оның үстіне 3 ас қасық қантымыз қосамыз. Керекті ингредиенттердің барлығын астында описаниеда қалдырамын. Тұзымызды қосып, қант пен тұз ерігенше жақсы араластырамыз. Еріп болғаннан кейін үстіне жылы сүтімізді құямыз, тағы да жақсы араластырып жібереміз. Осы тұста ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, бір массаға жеткенше араластырамыз. Ешқандай құрамына сода, разрыхлитель қоспайсыздар, сонда да сіздердің блинчиктеріңіз керемет болып шығады. Мінекей осылай шамалы қоюлау масса болды. Осы тұста суларыңыз қайнап тұрған суыңызды құясыздар. Одан соң бірден осылай араластырып жібереміз. Міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды құйғаннан соң бірден араластырып жіберіңіздер. Ең соңында сұйық майымызды құямыз, тағы да жақсы араластырамыз. Осы тұста табаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде табаларыңыз қызған уақытта пісіресіздер, соны ұмытпаймыз. Мінекей табамыз жақсылап қызды, асты, қатты отта тұр. Осы тұста бірден бірінші сұйық маймен майлап жібереміз, келесілерін майлаудың қажеті жоқ. Одан соң осылай бір келкі етіп құйып шығамыз. Блинчикінің жұқа болуы, қалың болуы ол сіздің құйғандарыңызға және де табаларыңыздың қызғанына байланысты. Осылай сковородкиді табамыз қойған уақытта пештің шамалы ғана астын баяу қоясыздар, екі жағы сарғайып шыққанша осылай пісіріп аламыз. Екінші бетінде көп ұстамаймыз, бірнеше секундтан соң дайын болады. Мінекей достар, біздің құймағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецептте кездескенше.